жалпы. Баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Дәл қазір осындай керемет локацияда біз ресторанға және конный прогулкаға келдік. Қазір конный прогулкадан кейін 1 сағаттық конный прогулка, ары қарай тамашуге барамыз. Өте керемет локация. Миымыз тынышталып жатыр кәдімгідей. Сол жалпы қолдаушыларға рахмет. Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Бүгін ауа райы өте тамаша болып тұр. Дәл қазір мен отбасымды күтіп отырмын. Бүгінгі күнімді жалпы отбасымен өткізгім келіп тұр, және кешке достарыммен өткізетін боламын. Сонда бір душевный күн өткізгім келіп тұр. Дәл қазір енді әжем нан келе жатыр. Ауылдан бесақ күтіп отырмыз. Жаңа боянып алдым, үйде шыққан күнімде боянып үлгерген жоқпын мен. Сол жалпы менде барлығы жақсы. Да. Я вас обожаю обоих. Так, и как мы этот... Мне же нужно доказать тебе. Нет, нужно доказать. Да, конечно. Вот. Хорошо. Ага. Так что мы этот... Как это доказать? Сейчас. Маран, не ты веришь? Да. Да. Должны с тобой расставаться. Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін күн жаман ыстық болайын деп тұр. Мен әдеттегідей жексенбі күні үнемі таңертең мешітке келемін, точнее. Қазір енді құрбым. Короче, мынандай қызық болады да, имам кештеу келген ғой, соны мен мешіттің ішіне кіріп ұзыннан жатқам ғой, бүйтіп 5 жұлдыз болып. Қасымда құрбым бар, соны имамды күтіп жатқанбыз. Ажағынан дейді да, дос шығып жатыр да. И жымиып күліп тұр да, имам маған қарап, ұзын орнынан атып тұрдым, мен сасқанымнан. Кешірім сұраймын, кешіріңіз деп. Ештеңке қылмайды дейді, просто бірінші рет көріп тұрмын дейді, осындай қыз баланы бүйтіп 5 жұлдыз болып бүйтіп рахаттанып жатқанын дейді. Вот видишь, она маленькая кофе, а я ей вот такие вот кусочки даю. На, держи. Но морковку, я знаю, они точно любят. Да? Да. Господи, маленький, вы куда лезете? Вот этот черненький, смотри, вот этот черненький, он еду отбирает у всех. Вот этот черный. Я один раз ему дала, а черный отобрал.